Бектенов Несіпхан, химия ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің химия кафедрасының профессоры, Халықаралық ақпараттандыру академиясының және Қазақстан ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, Жуалы ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудағы еңбегі үшін медалінің иегері, Абай атындағы КазУ үздік оқытушысы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Тілебаев Қайрат Бейшенұлы, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының корреспондент мүшесі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің физика кафедрасының профессоры, Ресей жаратылыстану академиясының академигі, Вильгельм Левиц медалімен ұлы Александр орденінің иегері, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің жоғары оқу орны үздігі оқытушысы, мемлекеттік грантының иегері, Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен марапатталған. Аязбай Марат Ділдәбекұлы, техника ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетінің профессоры, Қазақстан Республикасы білім және ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін Мұхаммед Хайдар Дулати үздік табыстар үшін Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің үздік автокөлікші төс белгілерінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері. Бақтияр Артаев, даңқты боксшы, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, Олимпиада ойындарының чемпионы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Барыс орденінің иегері. Тұңғышбай Жаманқұлов, актер, режиссер, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның халық артисі, белгілі қоғам қайраткері. Асылхан Шүңіреков, Тараз триосының әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ СССР жоғарғы советі грамотасының иегері, Мойынқұм ауданының құрметті азаматы, бүкілодақтық конкурстардың лауреаты. Ержан Ыдырысов, инженер, гидротехник, жоғарғы білімді өнер танушы, Тараз триосының әншісі, халықаралық ән конкурсының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Ноян Сейділдаев, мәдениет саласының үздігі, Тараз триосының әншісі, жас қанат конкурсының лауреаты. Ақылжан Мамыт, журналист, Қазақстан журналистикасының қайраткері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері. Ғани Досаев, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, кикбокстан Европа, Азия, әлем чемпионы, белгілі жаттықтырушы, қоғам қайраткері. Ақылбай Баядиев, қаржыгер, экономист, Мойынқұм сүт өндірістік кооперативінің төрағасы, ұлттық әдебиеттің жанашыры, термеші, әнші. Нұрахан Төлбаев, кіріс органдары қызметінің үздігі, Қазақстанның құрметті азаматы, Бауыржан Момышұлы медалінің иегері. Бейсенбек Алтаев, еңбек ардагері, Тұрар Рысқұлов ауданында бас мал дәрігері, аудандық зоотехникалық мал дәрігерлік қамтамасыз ету базасының меңгерушісі болып еңбек етті. Тұрар Рысқұлов ауданының құрметті азаматы. Сатаев Әбдінәсіл, Тараз қалалық ішкі істер басқармасы ардагерлер ұйымының төрағасы, Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің құрметті ардагері, полиция майоры, Мәскеуде Петербург қалаларында өткен дүниежүзілік марафонына қатысушы, Жуалы ауданының
тоңғыш марафоншысы. Ойбақов Самат Базарханұлы. Жамбыл облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті басшысының орынбасары, қаржылық мониторинг органдарының үздігі, экономикалық тергеу қызметінің полковнигі. Нұрғали Ералиев, салық қызметкері, мемлекеттік кірістер органдарының үздігі, дүниежүзі халықтары жазушылар одағының мүшесі, бірнеше кітаптың авторы. Мәжит Сабданалы, кәсіпкер, Асылтас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің төрағасы, ауыл жанашыры. Зүбілхан Еламанов, еңбек ардагері, Нұр Исламхан шаруашылығының жетекшісі, ауыл жанашыры. Шорабек Атабаев, инженер-механик, көп жылдар ауыл шаруашылық саласында басшылық қызмет атқарды. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы ардагерлер ұйымының құрметті ардагері. Тұрар Рысқұлов ауданының құрметті азаматы, көптеген мемлекеттік марапаттың иегері. Тәжіхан Жарылқасын, еңбек ардагері. Ақтөбе ауылдық округінің ардагерлер кеңесінің төрағасы, Жуалы ауданының құрметті азаматы, өз қаржысына балалар бақшасын салған атымтай азамат.